Баршаңызға сәлем. Хит болған йогуртты пирогты дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып салып, үстінен қантымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы керек. Жақсылап араластырып болған соң, үстінен сұйық майымызды қосып, араластырамыз. Оның үстінен Foodmaster'дың живой йогуртын, менде құлпынай дәмімен, үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ массамызды дайындайтын боламыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, оны сұйық массамызға аздан сала отырып пирогымызды дайындаймыз. Егер сіздерге видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, алда болатын видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. 180 градуста 35-40 минутта пирогымыз дайын болады. Осы жерде және бір ескеретін жайт, пешімізді алдын ала қыздырмаймыз. Пирогымызды салғаннан кейін барып градусынды қосатын боламыз. Жасап жатсаңыз ас болсын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.